Iya dostlar, Ayşe'nin kүйін үйренбес бұрын әуелі осы күйді жақсылап қарап тыңдап алыңыздар. Қазір енді күйдің кіріспесін баяу ойнап көрсетейін. Осы кіріспеден бастайық үйренуді. Қағысы. Яғни алдындағы үш қағысты кезек қағыспен аламыз. Соңғы екі қағысты бармақпен жоғары қарай екі рет қағамыз. Осылай. Сонда міне мынандай ырғақ шығу керек. Міне осы қағыспен кіріспен ойнаймыз. Соңғы дыбыста іліп қалу керек. Саусақпен іліп қаламыз. Үшінші бүгін ойнаған уақытта домбыраны терезеден қараған сияқты жоғары көтереміз. Төртінші буында алғашқы ойнағанымыз сияқты тартамыз. Міне сөйтіп төрт буынмен кіріспені ойнап шығамыз. Енді күйдің бірінші бөлімі, домбыраның мойнында 7 нүкте бар ғой, соның үшінші нүктесінің тұсындағы пернеден бастаймыз. Соңғы дыбыста тағы да іліп қалдық. Осы тәсілді үнемі қолданып отырамыз. Осыны қайталаймыз. Осы сөйлемді тағы да бір қайталап көрсетейін.
мінекей мынау келесі дыбысталған кезде арасында бір пернеден қалып қояды. Бірінші саусақпен, екінші саусақпен, төртінші саусақпен аласыздар. Соңғы екі қағысты үнемі бармақпен жоғары қағып отыру керек. Келесі сөйлем төртінші және бесінші нүктенің арасындағы пернеден басталады. Екінші сөйлем осылай ойналады да өзін-өзі тағы қайталайды. Алғашқы тақырып мінекей осы буынмен аяқталады. Тағы бір соңғы буынын көрсетейін. Енді тағы да бір ойнап шығайын. Осы мынау бірінші сөйлем мен екінші сөйлемді бір-біріне қосып ойнайық. Екінші тақырып басталады. Бұл тақырыпта қолмен шеңбер жасап ойнау керек. Бұл енді уақытты көрсететін осындай ойын. Қағыс төмен қағыспен басталады. Бармақпен қағып отырамыз. Енді бұнда да іліп қағу бар. Негізгі дыбысталғаннан кейін мынадай іліп алу тәсілін қолданып отыру керек. Тағы бір көрсетейін. Сосын міне осы тақырыпты ойнап шыққаннан кейін кіріспені тұтастай тағы да бір ойнаймыз. Міне осыдан кейін келесі тақырып басталады. Келесі тақырып сол мынау алдындағы тақырып сияқты екі нүктенің арасындағы пернеден, яғни төртінші, бесінші нүктенің арасындағы пернеден басталады. Үлкен түйектің артынан қағамыз. Және енді бұл жерде
астыға қарай қағып отыру керек. Мынау үшінші нүктенің тұсынан 2 рет төмен қағып жүру керек. Осылай бірінші сөйлемді 2 рет ойнаймыз. Бірінші, екінші, төртінші саусақтармен басып ойнау керек. Үш қағыстан кейін төртінші, бесінші қағыстар мінекей тектің артынан қағылады. Енді мынау үшінші нүктенің тұсынан әрі қарай келесі сөйлем бесінші нүктеден басталады. Тура осы алдындағы әуен қайталанып тұр. Яғни осылай қайталап ойналады. Бірақ енді әртүрлі тәсілді қолданамыз. Былайша. Келесі екі қағысты мынау домбыраның шандағынан астың жақтан 2 рет қағып жүреміз. Осылай соғып жүреміз. Тағы бір көрсетейін. Мына бастапқы буын 5-ші нүктеден басталса, келесі буынды мінекей сол 5-ші нүктенің алдындағы пернеден бастап ойнаймыз. Сөйтеміз де шығанақтың астың жағына қағып жүреміз. Тағы бір көрсетейін. Төртінші буында шанақтың үстінен қабырғасынан мынау 3 саусақты бұлайша шертіп жүреміз. Осылай. Сонда мінекей 4 буында 4 түрлі тәсілді қолданамыз. Бұл енді 4-ші, 5-ші қағысқа келіп отырады. Енді осыны тұтастай ойнап көрсетейін. Осылай тақырыпты толық ойнап шыққаннан кейін, енді кіріспеге дейінгі әуенді қалай ойнаймыз. Соны көрейік. Осылай. 4 буыннан құралады. Bunda da sol іліп қағу бар. Ойын 5-ші нүктеден басталады. 7-ші нүктенің алдындағы пернеден іліп қаламыз. Сосын алдынан бір қағып жүреміз. Одан кейін келесі 4-ші нүктенің алдынан сонда енді екеуін қосқанда бұлай естіледі.
Үшінші буын үшінші нүктедегі пернеден. Төртінші буын екінші нүктенің алдындағы пернеден басылып ойналады. Енді тұтастай алып ойнаған кезде тұтастай тағы естіп көрейік. Осылай ойнап болғаннан кейін бірден кіріспеге қайтадан кезек береміз. Енді күйдің соңғы сөйлемі. Бұл мінекей мынау екінші нүктенің алдындағы пернеден басталады. Тағы да сол үлкен тектің артын пайдаланамыз. Соңғы екі қағыс осы жақтан алынады. Мынау бірінші нүктедегі пернені басқан кезде төмен қарай тағы да екі рет қағып жүреміз. Жоғары алынады. Яғни бірінші буын тартқан кезде тектің артынан екі рет төмен қарай соқсақ, мынау екінші буынды алған кезде жоғары қарай бармақпен басқа тақырыптарда солай ойнадық қой, тура сол қағазға көшіп кетеміз. Яғни мінекей осы соңғы сөйлемді ойнағаннан кейін бірінші басындағы кіріспемен аяқтаймыз. Енді аяқтаған кезде соңғы дыбыста домбыраның басын сәл ғана жоғары қарай көтеріп қаламыз. Осымен Айсана күйін толықтай үйреніп шығу аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.